Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгін біз тектұрмас кешенімен танысамыз. Ол Жамбыл облысы Тараз қаласының оңтүстік шығыс бөлігінде Талас өзенінің жағасындағы биік төбеде орналасқан. Кесене қасиетті сұлтан Махмұд, яғни 14 ғасырларда хан бейітіне арнап салынған және осы жерде хан жерленген деп саналады. Оқушылар, тектұрмас кешенінің шығу тарихына тоқталсақ, тектұрмас лақап аты діндар, емші, әулие, тұлға. Ел арасында жайылған аңыздарда айтылады. 7 жасқа толғанда сопылық жолды ұстанған, үлкен дінбасы болған. Атасы оны жер астында оқытады, Құранды жаттатады. Есейе келе ерекше жаратылысты жанды бойынан айрықша қабілет, ерен болмыстың барлығы байқалады. Ол алдымен емшілікпен айналысады. Оның алдына келген ауру сырқаулы жандар дертіне дәру тауып, құлан таза айығып кететін болған. Жалпақ жұрттың арасында кең жайылып, жазылуы қиын саналатын жұқпалы өкпе ауруы, яғни құрт ауруы, адам терісінің сыртына шығатын ала-құла алапес сияқтының жолын кесіп жаза білген. Осылай текке отырып, текке жүрмей, тынымсыз дала кезіп, ел аралаған. Қайырымды жан халық өз есімімен атамай, тектұрмас әулие деп атап кеткен екен. Тектұрмас әулие алдына келген ауру сырқау адамдардың барлығына дерт берген Алла дәрмен де береді. Мен тек қана себепшімін деп айтудан жалықпаған екен. Оқушылар, мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Ұлытауда өткен халықаралық туристік форумда ата-бабаларымыздың рухын туризмнің озық үлгілері арқылы дәріптеуіміз керек деген болатын. Президент тапсырмасын жүзеге асыру барысында Жамбыл облысының 80 жылдығына орай Тараз топырағынан тектұрмас этно-тарихи кешені ашылды. Аталған тарихи кешен Тараз өңіріндегі орта ғасырлық түркі елдерінің қасиетті мекенін көрсететін, түркі тарихынан сыр шертетін, тарихнама ретінде әрі демалыс орны негізінде туризмді дамыту мақсатында салынған. Тарихи кешенді тамашалау Талас өзені арқылы өтетін көпірден басталады. Көпірге кіре беріс жерде 2 үлкен стелла тұрғызылған. Мұнда дөңгелек күн тәрізді тастың бірінші бетінде ұлы батыс түркі қағандарының таңбасы бейнеленсе, екінші бетінде түркі халықтарының наным сеніміндегі тәңір құсы самұрық бейнесі көрсетілген. Ал көпір аяқталатын жерінің екі жағында түркі халықтарының негізгі айбарлы белгісіне айналған биіктігі 4 метрлік, салмағы 3 тонналық ақ түсті мәрмәр тастан құйылған. Түрк келбеті қазба жұмыстары кезінде табылған артефакт бейнесі бойынша жасалған 2 арыстанның мүсіндік бейнесі орнатылған. Сонымен қатар, көне Тараз қақпасы тектұрмас этно-тарихи сәулетін арттырып тұр. Шығыс стилінде салынған қақпаның биіктігі 10 метр, ені 14 метрді құрайды. Қақпаның екі жағында күзет тұратын биік мұнаралары бар. Ортасындағы қасбеттері әртүрлі ою өрнектермен безендірілген. Кешенге кіреберістен басталатын баспалдақтар менен кешен ішіндегі жолдардың барлығы жергілікті табиғи қызыл тастан жасалған. Яғни құрылысқа қажетті материалдар киелі жердің өзінен алынып отыр. Баспалдақтың екі жағындағы ежелгі петроглифтермен әшекейленген арнайы ақ тастардан жасалған ескерткіштерге Тараз өңірінен шыққан тарихи тұлғалардың 14 қаған мен ойшыл ғұламалардың есімдері мен билік еткен ғасырлары мен таңбаланған. Мәселен, мұнда жазылған Тұран билеушісі Алыбер Тоңғаның, ежелгі Сақ дәуіріндегі билеуші Шу қағанның, ежелгі Тараздың іргетасын қалаушы Шөженің, діндар абыз тектұрмас әулиенің, әйгілі ойшыл Жүсіп Баласұғынның есімдері ұрпаққа өнеге болатыны сөзсіз. Кешенде бұдан кейін жоғары жақта Тараз қаласының негізгі символы саналатын Әулие-атаның еңселі ескерткіші бой көтерген. Алып ескерткіштің салмағы 10 тонна.
ақ түсті мәрмәр тастан құйылған ескерткіштің постаментінің биіктігі 8 метр болса, мүсіннің биіктігі 13 метрді құрайды. Одан беріде Тектұрмас тауының Талас өзені жағындағы ең биік беткейінде Тараз қаласын жоғарыдан көруге арналған тамашалау алаңшасы орналасқан. Бұл алаңда құс ұшу биіктігінен Тараз қаласының тынысы мен Талас өзенінің ағысына қарап, айналадағы тарихи дүниелерді тамашалауға барынша мүмкіндік береді. Ал тамашалау алаңшасының ортасында арнайы биік тастан жасалған билік белгісі лауха тұғыры орнатылған. Символикалық белгінің ең ұшар басында әлемді жаратушы Алла тағаланың Құран кәріміндегі ұлы сөзі «Алладан басқа ешбір тәңір жоқ. Ол тірі, толық меңгеруші» деген Құран сүресі жазылған. Лауханың қасиетті Құран аятынан кейінгі астыңғы жағында түркі халықтарының тастағы тарихы, күлтегіннің көне руна түркі тіліндегі жазуы бейнеленген. Мұндай іс-шаралардың барлығы еліміздің қасиетті жерлерін қастерлеп, келесі ұрпаққа дәріптеп жеткізу, сондай-ақ қасиетті жерлерді әлемге паш ету мақсатында жасалады. Есте сақтаңыздар, тарихи мәдени мұраны қорғау бәріміздің міндетіміз. Ал енді оқушылар, тақырыбымызға сай 3 сұраққа жауап берулеріңізді сұраймын. Бірінші сұрақ: Тектұрмас кешенінің салынған уақытын анықтаңыз. Екінші сұрақ: Тектұрмас кешені кімге арнап салынған? Үшінші сұрақ: Тектұрмас кешенінің орналасқан жерін табыңыз.